Баршаңызға сәлем. Үй жағдайында бұқтырма ет, яғни тушонка дайындаймыз. Қазанға аздап сұйық май құйып, туралған сиыр етін саламыз. Тұз қосамыз, араластыра отырып, орташа отта еттің сөлі бөлінгенше қуырамыз. Барынша майлы ет қосуға тырысыңыздар. Еттің өзінің сөлі бөлінгеннен кейін қаны тартылғанын күтеміз. Одан кейін барып түйіршіктелген қара бұрыш, лавр жапырағы және су қосамыз. Ет суға батып тұруы керек. Қайнағаннан кейін көбігін алып, қақпағын қайта жауып, баяу отта кемінде 3-4 сағат бұқтырып пісіреміз. Дайын болған бұқтырма етімізді залалсыздандырылған, яғни стерилизациядан өткен банкаларға құйып, қақпағын жауып, ұзақ мерзімге сақтай аламыз. Кез келген ыстық тағаммен, нанмен жесеңіздер өте дәмді, тойымды жасап көріңіздер. Ас болсын, сіздермен болған Аянат.